Көргенім көңілге түйгенім. 1932 жылдың тамызы. Бұл жылдары менің 7-8 жас шамасындағы кезім. Елде болып жатқан дүрбелеңнен де, төніп келе жатқан аштықтың ызғарынан да бейхабармын. Алаңсыз далаңдаған балалық шақ. Біздің ауыл 10 шақты, қараша үйден тұратын. Биыл көктемде әйелі бар, қарты бар, жасы бар, бір атаның балалары мойын серікке бірігіп, 20 шақты адам тың жерден тозған қазып, 3 өткелектеп, сыртқа құм лақтырып, тереңдігі 3 кісі бойы жерден су шығарған. Оған дән егіп, өздеріне нәпақа астық алған болатын. Олардың қара қайыстай қатқан шаруашылығындағы қолда бар қажақ құжағының қорының қаншалықты екендігін әзірше аңғарып жүрген біз жоқпыз. Бірақ үлкендердің бетінен оншалықты күлкі лебінің байқалмауы бізді де бір сәт селт еткізбей қоймайтын. Осындай бір күн іргелес Қалидікіне Дәмен атты 70-ті қусырған ақшулан сақалды бұрыннан таныс адам келді. Ел аралап ұсақ-түйек айна, тарақ, түйме, сабын сататын. Астындағы кібіртік жоғырға атының сауырына арта салған түйе жүнінен тоқылған 2 басты үлкен қоржыны болатын. Бүгінгі келісінде аты да менің көзіме түсе бермейтін ала қоржыны да жоқ. Өзі әбден түтіккен қап-қара, әлденеге абыржып отырған сияқты. Алдына қойылған шай кесені де қолы қалдыра балады. Қалиге жалынышты үнмен айтқан өтініші іргеде отырған бізге бірі естіліп, бірі естілмейді. Әй Қали, мен аттан да заттан да қолды болдым. Ашыққандар тартып алды. Дүние жанынан садаға, әйтеуір өзін аман құтылдым. Енді елге жету уайым болып тұр. Ең болмаса, мына қара шоқыдағы туыстарыма жеткіз. Ол саған жеңіл еместігін түсінемін. Ауыл аш, өзіңді өлтіріп, атынды талшық етуі мүмкін. Барсаң басыңды ажалға тігіп барасың деп ашығын айтты. Бұл кез әкеге бала, ағаға іні қараудан қалған. Балапан басына, тұрымтай тұсына деген уақыт. Оны Қали түсінеді. Не істеу керек? Қали біраз үнсіздіктен кейін апарып тастауға бел буды. Көп кешікпей бір атқа мінгескен 2 адам ауылдан желе жортып ұзап бара жатты. Жалғыз ғана оғы бар 28-ші оқпанды мылтығын да Қали тақымына басып алыпты. Бұл түнді үйдің іші ұйқысыз өткізді. Екі көздері жолаушылар кеткен жақта. Келесі күні Қали оралдау, астындағы аты ақ көбіктер, өзі де қажыған, қамшысын төрге іліп, жайлы жастыққа жантая кеткен бетте ұйықтағысы келді. Бірақ кірпігі айқасар емес. Іші алай-түлей, кешегі үрейлі көрініс көз алдында тұрып алған. Атқа мінгескен 2 жолаушы дөңгелене қонған шағын ауылға жақындап келеді. Ауыл ортасындағы қотанның аумағы әжептәуір, ұсақ мал ұстағандықтары байқалады. Бірақ ауыл маңында бірде-бір мал көрінбейді. Үріп шығатын иттің де үні өшкендей тым-тырыс. Күн екіндіге айналып қалса да, көп үйлердің түндігі ашылмаған. Бұдан әрі жүрме, деді Дәмен Қалиге. Мына тыныштықта бір сыр бар. Байқайсың ба? Ана үйдің жабығының ішкі жағынан сығалаған адамдардың жүзі көрінеді. Әне, мына шеткі үйдің киіз есігі түріле бастады. Бұлар бізді бас салға даяр тұр. Сен мені осы жерге түсір де, өзің құтылудың қамын ойла. Бұдан кейін не көрсем де өзім көрейін. Сенің бала шағаңның обалына қалмаймын, деді де аттан қарғып түсіп, қол алып қоштасады. Осы тұстан аңдып тұрған аш адамдар олжадан айырылып қалатынын сезгендей әр есіктен аңдыздап шығып, ат үстіндегі адамға ұмтылды. Жалаңаш жалпы, тырнағының көбесі бікірге баттасып, өскен шаштар білтеленіп, желдің күнгі желеудей желпілдеп, иықтарына түскен, көздері үңірейіп, тарамысына ілінген тірі аруақтар бірінің қолына бақан, бірінің қолында шымшуыр, бірден келтек жүгіріп келеді. Озын қыраған біреуінің қолы аттың құйрығына да ілінді, мұрттай түсті. Қас қағым уақыт өмір мен өлім белдескендей. Жөпелдемеде мылтығы ойына түсіп, дереу қарманып бастарына асыра мылтық атты. Қайта атуға оғы жоқ, дегенмен мұның өзі айбар болғандай. Жүгіріп келе жатқандар қалт тұра қалды. Осы сәтті пайдаланған ол атына қамшы басып қашып құтылды. Ұсақ үнсіздіктен соң көш қамына дайындалыңдар. Өзен жағалағанның өзегі талмайды деген. Қарашадан қалмай теңізге Қыдырға жетіп алайық деп алдағы ойын отбасына жеткізді. Жұт 7 ағайынды деген емес пе? 1938 жылдың қысы да ерте түсті. Қарашаның өзінде ақ қар жауып жатып алды. Арты жылынып кетер деген үміт үзіле бастады. Қарашадан тоқымдай қар болса, тоқтылық қыс болады деген бағзыдан келе жатқан қазақтың астрологиялық болжамы дәл келді.
Жұлдыздың аяғында алай-түлей боран, теке бұрқырылдақ басталды да кетті. Бұрынғы қоры азайып, қоңылтақ отырған отбасыларын боранды аяз күн санап қысып барады. Балқашқа, қоңыратқа, теңізге жетем деп шұбыған жандардың қарасы күннен көбейе түсуде. Өздерінен кешегіден бүгінгісінің, бүгінгіден ертеңгісінің жүдеу тартқанын бірден аңғаруға болады. Әне ит шанамен бала сүйреткен әйел шоқайма етігін өкшесімен басып, шананың жетек жібін иығына іліп, желге қарсы еңкейе тартады. Әлсін-әлсін дем алғандай болады. Біресе кимешегінің ұшымен көзіне іркілген жас сүртеді. Төңірек қоюланып, қараңғылық шұбырғандарды түнекке жұтқандай болды. Бала сүйреткен әйел де сол қараңғылықтың құшағына кіріп, көзден ғайып болды. Біздерді, балаларды осы көріністердің өзі балалық ылаң-құлағынан ерте тыйылып, өмір тіршілік деген ертерек ойлауға, еріксіз есеюге мәжбүр еткентін. Ұрлық көбейді, жаманат қауесеттер тарап жатты. Бәленді өлтіріп кетіпті, түленнің азығын жолы тартып әкетіпті деген суыт сөздер гу-гу. Адамдар қолда бар бірлі жарым малдарын жатарда киіз үйдің ішіне алатын болды. Қалидің отбасы да көш қамына кірісті. Қали баратын жерді анықтау үшін теңіздің қыдыр төбегін шолып келмекші. Оғанша үйі бір жұма ерулесуге тиісті. Таңнан атқан бақ, бара жер суыт жүріске жолда бір түнеп жетерлік. Таң да бозарды. Қали да атқа қонуға дайырланған кезде әдейі осыны аңдып отырғандай «Ассаламу алейкум» деп сыпылдаған езулі күлкіге бейім отыратын көтерем атты көрші ауылдың жігіті үйге кіріп келді. «Қали, сіздің баратын жерде күзде көшіріп тастаған әке-шешем бар еді. Мені мінгестіре кет» деп қиылып отыр. Танымал адам, алайда сену қиын. Айдың аманында, заманның түзуінде суық қолдылығынан жұрт білетін. Үй ішіміз түгел мінгестіре кетуге қарсы болдық. Қали көтеремді ала кетуге тәуекел етті. Жамандық жасаса Құдайға тапсырдым деп ойлады ол. Ер жолында жүк қалмас деген кел артыма мін деп мінгестіріп алды. Осы жолдағы өзінің көңіл күйін көтерем былай әңгімелейді. Менің алғашқы ойым жолда есебін тауып, өзін не өлтіріп, не ұйықтаған жерден атын ұрлап далада қалдырып кету болатын. Осы шыққаннан теңіздегі үйіме жеткенше ойым сан-саққа жүгіріп, жеме-жемге келгенде батылым бармай, іштей өзімен өзім алыстым. Еш алаңсыз мінгестіріп, жолға алған жарты көлшесін бөліп беріп келе жатқан адамды қанша қаны пезер болсаң да өлтіруге жүрегің дауаламайды екен. Атқа мінгесіп келемін. Ат иесі сүріншіктей берген атының шаужайын тартып тебініп ширатып болды. Күн қарауытқан кезде артынан шынтақтың тұсынан қапсыра құшақтап, аттан аударып тастаудың садақ келіп тұр. Екі қолым санамнан тыс шынтаққа да барды. Бірақ батылым бармады. Алда уақыт бар ғой деп өзімді өзім жұбатамын. Неге ұстадың? Жайсыз келесің бе? Қалқып келемін дей салдым. Түнемеге ауыл аймағындай шиі бар құрқұдық деп аталған ескі жұртты ұйғардық. Бірер ықтасынға тақап едік, киімшең қатып қалған адамдарды көріп, жалтаңдау жердегі теріскенге қисая-қисая кеттік. Аттың алдыңғы екі аяғы тұсалып, ұзын шылбырдың ұшы төбешікке қазықпау шалынып байланды. Ат иесі алаңсыз ұйқыға кетті. Менде ұйқы жоқ. Не істесем екен? Атты қазір шешіп мініп кетсем білетін емес. Біраз басымды көтеріп те отырдым. Үркер төбеге көтерілген. Тәуекелге бел де байладым. Қолымның ұшы шылбырға да барды. Бірақ батылым бармады. Неге? Осы күні сол есіме түссе, ақ көңілдің аты өліп, тоны тозбайды деген осы екеуін де ойлаймын. Жолаушылар Қыдыр түбегіне де келді. Көтеремнің әке-шешесі баласымен қауышып жатыр. Қазан қайнатып отырған анасы оттағы сояу қамыстың пештің көмейіне қарай сырғытып қойып, Қалиға қарап таңданған пішін білдіреді. Қамыстың аш түтіні қолқаны қауып көзден жас парлатады. Үйдің іші пеште жанған қамыстың алауымен ала көлеңкеленеді. Қазаннан сүрілген балық етінің иісі мұрныңды қытықтайды. Балық сорпасын тойған Қали және көтеремнің немере әкесі сол кезде елуді алқымдаған. Жатар алдында желпінуге далаға шыққан. «Әй Қали» деді Сүтбай деген жау жүрек ерімісің, әлде миғұла езбісің? Баламда болса айтайын, осындай біреуге біреу қарамай жатқан заманда суайттығы бар көтеремді мінгестіріп әкелерсің бе? Жолда өлтіріп кетеді деп ойламайдың ба? Осы түбектің бойы аштан өлгендердің сүйегіне сыймайды. Мына қатерден қалдың түбі көп жасарсың. Атыңа алаңдама, тас қораға байлап қойдым.
1 жыл туған төледік. Бүгінгі түн сені де, атыңды да мен көз ілмей күзетіп шығамын. Таң атысымен суыт жүріп кет. 1933 жылдың көктемі ерте жадырады. Сәуірдің аяғы мамырдың басында ақ қызғалдақ алақанын жайып шашақтана бастады. Қали күнде қыстан арып шыққан торы бесіне арба жегіп, ертемен бір жаққа кетіп кеш оралады. Үшкір күрекпен ағаш сапты сүйменін сыдырлатып түсіріп жатады. Күндегісі осы. Арбаға мінгені қызық көріп, мені де ала кетуді өтіндім. Қорқасың, бармай-ақ қой деді. Сіздің жаныңызда жүріп, неге қорқамын деймін. Болмаған соң бір күні мені де ала кетті. Таңертең шыққан біз түске жақын суға сонып жатқан төбекке жетіп тоқтадық. Құспаздары дерсің, толқынмен тербетіліп қалықтап жүзген үйрек, шағала, кей тұста қоңыр қаз байқалады. Ал бала, сен осы жерде атқа ие болып отыра тұр. Мен мына қамыстарды жағалап, анау құм төбеге дейін барып қайтайын деді. Күректі иығына салып жүріп кетті. Барам деген жерімен отырған төбешіктен анық көрінеді. Бірдеңені шұқылап күйбеңдеп жүр. Кейде жүресінен отырып ұзақ қол жайып бет сипайды. Біраздан соң биені арбаның дөңгелегіне мықтап байлап мен де бардым. Өз көзіме өзім сенбедім. Әр жерде домаланған адам басының сүйегімен дене сүйектері. Үстіңгі күн жағы ағарып қураған, астыңғы жағы сарғылтан қоңыр. Қали соларды орын-орындарына шұқылап көміп дұға оқиды екен. Бұл кісіге не бейнет, елдің бәрі бүйтіп уақыт бөліп жатқан жоқ қой деп ойлаймыз. Бұл сүйектер 1932 жылдың қысында тентіреп өлгендердің сүйегі еді. Жақсырхам Ғалымұлы, Орта Дерсін ауылы, Балқаш ауданы, Жезқазған облысы.